Түркістан облысында браконьер шарасы барысында табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері 2 экологиялық қылмыс пен 70 әкімшілік құқық бұзушылықты ашты. 10 күн ішінде полиция қызметкерлері балықты заңсыз аулаудың 2 фактісін анықтады. Созақ аудандық полиция бөлімінің экологиялық инспекторы Жомарт Атабаев Құмкент ауылындағы Ақжар көлінің маңында күдікті Нива көлігін байқаған. Тексеру кезінде инспектор заңсыз ауланған балықты тапты. 3 күдікті Сайрам ауданының тұрғындары болып шықты. Олардан 42 келі тұқы мен 200 метр балық аулау торлары тәркіленді. Бір қайық шықты. Және мен 2 қайық шықты қазір суға. Бұл қайықтар жағадайға. Оларда да міне балықтар бар. Қоршаған ортаға зиян келтірген тұрғындарға шамамен 700 мың теңге төлеуге тура келеді. Оның 300 мыңы өндіріліп алынды. Іс-шараның мақсаты экологиялық қылмыстарды анықтау, браконьерлікке қатысты заңсыз аң, балық аулау, ағаштар кесу, тағы да басқа да табиғат қорғау заңнамаларын бұзушылықтарды анықтау, алдын алу жолын кесу болып табылады. Түркістан облысында браконьер жедел алдын алу акциясын өткізу барысында заттай айғақ ретінде 42 келі заңсыз ауланған балық, 200 метрден астам қытайлық тор тәркіленді. 2 көлікке айыппұл салынды. Сіздердікі ма? Сіздердікі, балық сіздердікі ма? Ашыңызшы аузын. Қоршаған ортаға және елдің биоресурстарына зиян келтіретін құқық бұзушылар жазасыз қалмайды.